Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын тәтті әзірлейтін боламыз. Ол үшін үйде қалып қойған осындай печеньелар тастауға асықпаңыз. Оны осындай блендердің көмегімен жақсылап майдалап алатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай майда болды печеньямыз. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін 4 ас қасық қаймақты салып, оның үстінен 4 ас қасық сгущенка салатын боламыз. Бұл креміміз өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Одан соң осындай ыдыстарымызға ең алдымен майдаланған печеньямызды салып аламыз. Одан соң кремдерімізді әдемілеп 2-3 ас қасықтан салып шығатын боламыз. Одан соң тағы да ұнтақталған печеньямызды саламыз. Және тағы да кремімізді солай салып шығатын боламыз барлығына. Мінекей бізде дайын, ал енді бетіне крем дайындайтын боламыз. Ол үшін 33%-ық сливкиді алып, где-то 150 граммдай бұл жерде. Жақсылап ең алдымен қоюланғанша миксерлеп алатын боламыз. Одан соң 2 ас қасықта сахарная пудра салатын боламыз. Мінекей салып алдық. Енді жақсылап қоюланғанша кремімізді миксерлейтін боламыз. Бұл кремді қаншалықты көп миксерлесеңіз, соншалықты қоюлана түсетін болады. Мінекей бізде крем дайын, өте керемет болып шықты креміміз. Ал енді осындай формочкаға салып, менде осындай насадка. Енді кремімізді әдемілеп жағып шығатын боламыз. Сіздерге бұл тәттіні жасауға кеңес беремін. Өте дәмі нәзік, әрі керемет болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал енді бетіне өздеріңіз қалаған жеміс-жидектерді пайдалансаңыздар болады. Менде клубника. Дайын болған соң мұздатқышқа 1-2 сағатқа қойып алатын боламыз. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер, комментарий жазуды ұмытпаңыз.